Баршаңызға қайырлы күн. Ораза адам организміндегі қажетінен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына бір ай толығымен ауыз бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат жеп ішуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағат аузын ашып, әл жинап алуы қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек емес жою процесіне қажет уақытқа дәлме-дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі организмдері белсенді жұмыс істейді. Осы сәтте адам ағзаларының белсенділігі артып, өміршеңдігі күшейеді. Сондай-ақ ораза адам организміне тас, артық ет, май мөлшері сияқты зиянды заттардан арылады. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалары насы? Достар, біздің арнаға көрермендердің 99%-ы тіркеусіз қарайды екен. Сондықтан арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Қан ауруларына тосқауыл болады. Ораза тұту қандағы қант үлесінің барынша төмен мөлшерге түсуге үлкен септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі демалады. Ұйқы безі қантты крахмалды заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безі шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда ұйқы безіне ауыр тиіп, жұмыс істеуге белсенділігін төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады. Осы уақытта адам бойындағы қанға тарай бастайды да, оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, адам қант ауруына шалдығады. Қазір әлемнің біраз жерінде қант дертіне шалдыққан адамдар ораза ұстау арқылы емдеу етек алуда. Ауыз бекіту арқылы қант ауруының емдеу процесі былай жүреді. Пациент 3 апта ауыз бекітеді. Одан кейін ауыз ашқан кезде жеңіл тамақтармен қоректенеді. Бұл химиялық дәрі-дәрмекті қолданбай қант ауруының емдеудегі өте ұтымды жол екенін медицина дәлелдеп отыр. Француз биологы, ішкі ағзалар бойынша білікті дәрігер болған Нобель сыйлығының лауреаты Алекс Карель өзінің белгісіз адам деген еңбегінде былай дейді: адамдар барлық ғасырда ораза тұтқан, сондай-ақ дін тамақ судан тыйылып, ауыз бекітуге шақырудан ешқашан тыйылған емес. Адам ауыз бекіткенде ең бірінші аштық, одан соң денедегі әлсіздікті сезінеді. Бұл сыртқы болып жатқан жағдайлар, бірақ ішкі организмге құбылыстар бұған қарағанда маңыздырақ. Осы сәтте бүйректегі қан қимылдайды. Онымен бірге терінің астында сақталған майлар қимылдап ериді. Ішкі ағзалар мен жүрек бір қалыпты жұмыс істеу үшін барлық организм өзіндегі сақталған қордағы қажетті энергияны жұмсай бастайды. Бұл болашақта адам организмнің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Карель айтып отырған тамақтан белгілі бір мерзімге тыйылып, ауыз бекітуге мұсылмандардың ораза тұту үлгісі толықтай келетінін айта кеткен жөн. Артық салмақтан арылуға әсер етеді. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүйке бойындағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Яғни адам ұзақ уақытқа қарны аш жүріп, бірден ауыз ашқан кезде тамақ пен сусындарға тойып алмаған жөн. Себебі бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеліп соғады. Алла елшісі Мұхаммед ауыз ашар кезінде тек бірнеше құрмадан дәм татып, аз ғана су ішіп, ақшам намазына тұратын. Пайғамбарымыздың осы бір әрекеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қант құрамына тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезінеді. Сонымен қатар құрма адам ағзалары қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Көп адамдар күні бойы тамақтан тыйылып, ауыз ашқаннан кейін бірден ауыр майлы тамақтарды, көкөністерді жеп бастайды. Бұл тағамдарды асқазан қорытуы ұзақ уақыт алады. Ағза асқазанға түскен тамақтан өзіне керек энергиясын алып, ол қантқа айналуы себебінен адам тоқшылықты сезінеді. Бірақ кісі бәрібір өзін
аш сезініп, тамақ үстіне тамақты жей береді. Сөйтіп организмге қажетті энергияны мөлшерінен асырып жібереді. Осылайша ораза ұстау өзінің қасиеттерінің бірін жоғалтып, адам артық салмақты қосып семіздікке ұшырайды. Әрине, Алла шариғатының бізге қалдырғаны бұл емес. Тері ауруларына пайдалы. Ауыз бекітудің тері ауруларымен күресуде пайдалы әсер етеді. Себебі адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды. Яғни терідегі су құрамы да кемиді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ қышыма ауруының адам денесіне әрі қарай таралуын тоқтатып, терінің майлылығы мен аллергиядан жазылуға одан әрі әсерін тигізеді. Тұзбайлау ауруына әсер етеді. Бұл дерт көп тамақтанудан, әсіресе еттен жасалған өнімдермен көп қоректенуден пайда болады. Сондай-ақ адам шамасынан тыс тамақ жегенде бұлшықеттердегі протеин құрамы тым көбейіп бұзыла бастайды. Бұл адам буындарына, әсіресе аяқтағы үлкен бармаққа несеп қышқылының жиналуына әкеп соғады. Адам тұзбайлау ауруына шалдыққан кезде әлгі буындар ісіп қызарады да ауыра бастайды. Сондықтан қандағы несеп қышқылының мөлшері көбейіп, ол бүйрекке жиналып тұнады. Бұл процесс ақырында бүйрекке тас пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан тамақ пен судан тыйылып, біраз уақытқа ауыз бекіту бұл дертті емдеудегі ұтымды жол. Қан қоюлануының алдын алады. Көптеген мұсылман емес ғалымдар ауыз бекітудің денедегі майдың құрамын азайтумен қатар холестерин мөлшері де бәсеңдететінін жарыса айтады. Холестерин дегеніміз ол қанның тамырына тұнатын зат. Денедегі майдың құрамы көбейген сайын холестерин мөлшері де ұлғаяды. Буынның арты артерисклероз, қан тамырының майлануы дертіне және жүрек пен мидағы қанның қоюлануына әкеліп соғады. Алла тағаланы білсеңдер, ораза ұстағандарың өздеріңе жақсы деген аятын естігенде таң қалудың қажеті жоқ. Біздер тамақты тым көп жеп, өздеріміздің денсаулығымызға залал келтіріп жатырмыз. Егер біз Алла шариғаты мен пайғамбарымыз жолын ұстанып, тамақ көп жеуден тыйылып, айына кем дегенде 3 күн ораза тұтып жүретін болсақ, бұл дертке шалдығу ықтималы бәсеңдей түсетіні анық. Адам ағзасының улы заттардан тазартады. Қазіргі кезде тағам өнімдерінің ұзақ мерзімге сақтау үшін құрамына химиялық қоспалар қосылатынын баршамыз білеміз. Бұл өнімдер адам ағзасына түскен кезде улы заттарға айналып, денедегі майдың ішіне сақталып қалады. Адам ұзақ уақыт тамақтан тыйылуы әлгі майларды улы заттарды еруіне әсер етеді. Оған қоса адам организмі улы заттардан қорғауға жауапты бүйрек, бауыр сияқты ағзаларға өз функцияларын атқаруға көмектеседі. Сондай-ақ ауыз бекіту кезінде дұрыс тамақтанып, артық тағамнан бас тартатын болса, бұл организмнің иммунитетін күшейтеді. Макфон деген африкалық дәрігер былай дейді: барлық адам тіпті ауру болса да ораза ұстауға мұқтаж. Себебі қазіргі тағам өнімдері улары адам бойына сіңіп қалады. Бұл адамның организмінің белсенділігін тежеп, бойына ауырлық салып, өзін ауыр сияқты сезінуге апарады. Ал адам ауыз бекіткен кезде әлгі улы қалдыққа адам бойынан жойылып, ағзалар тазарады. Бойындағы аштық кезінде жойылған жасушалар ораза ұстап болғаннан кейін 20 күнге дейін қайта жаңарады. Денедегі улы қалдықтар кетіп, жасушалар жаңарған соң адам өзін жеңіл сезініп, қуатқа ие болады. Ас қорыту жүйесі демалады. Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің демалуына мүмкіндік береді. Дегенмен адам организмі өзінің табиғи функцияларын атқарады және тамақ қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерден бөлінгенімен сөл бөлу процесі қалыпты жағдайда өз қызметін атқара береді. Бұл адамның сөл бөлу жүйесін жақсартып, бір қалыпқа түсіреді. Бір ескерте кететін жайт, ораза ұстаған кезде асқазан қышқылдық бөлуді тоқтатпайды. Яғни асқазан жарасы бар адам ауыз бекіту кезінде абай болуы қажет.
жағымсыз тәуелділіктен арылтады. Жағымсыз тәуелділіктер десе, алдымен көз алдымызға түтіні бұрқыраған темекі келетіні хақ. Өкінішке қарай оған тәуелділіктен жай адамдарды айтпағанда 5 уақыт намаз оқып жүрген бауырларымыздың арасында да зардап шегіп жүргендер бар. Осындай кісілер үшін Рамазан айы арам әдеттен арылуға таптырмайтын кезең. Себебі басқа күндері темекіні тастаймын деп өзіңізге уәде беріп, артынан нәпсі құрғырдың айтқанына ілесіп кеткенімізбен ораза уақытында Алладан қорқыныш бұдан сізді қайтарады. Әрине қазіргі заманда тәуелділіктің түр-түрі көбейіп кетті. Бұлардан арылу алдымен адамның өзіне байланысты. Оразаны күнде тоқтатып, түнде қайта бастауы да мүмкін. Бірақ біліп қойыңыз, Рамазан айы тек ауыз бекітіп қана қоймай, сондай-ақ жаман сөздерден, ұсқынсыз әдеттерден, жағымсыз тәуелділіктен арылуға көмектесетін мүмкіндік айы. Арыла алмай жүрген жаман әдеттеріңіз болса, мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Қан қысымы түседі, бас ауруына пайдасы бар. Ауыз бекіту қан қысымының түсуіне және қанның қоюлану қаупін азайтуға бағытталған табиғи жол. Өйткені адам ұзақ уақытта тамақтан тыйылған кезде бойға қажетті энергияны жеткізу үшін организм денедегі маймен қоса глюкозаны жаға бастайды. Сондықтан адам бойындағы тамақ құрамы және адреналин сияқты гормондар азаяды. Бұның бәрі бойдағы қан қысымының түсуіне әкеледі. Кімге ораза ұстауға болмайды? Шариғат сізге болады, сізге болмайды деп кесіп айта алмайды. Десе де кейбір адамдарға жеңілдік жасайды. Мәселен, жүкті, емізулі аналарға, 7 жасқа толған балаларға, үнемі дәрі ішіп жүрген науқастарға, ауыр дертке шалдыққандарға ораза парыз саналмайды. Егер жүкті немесе емізулі кезде денсаулығыңыз көтерсе ораза ұстасаңыз, оның сауабы өте мол екенін ескеріңіз. Сонымен ардақты көрермендер, еселеп сауапқа кенелетін айдан құр қалмайық. Ораза ұстау арқылы жаратушымыздың парызын орындайық, ағзамызды тазалайық, жаман әдеттен арылайық, артық ішіп жеуден тарылайық. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы келесі кездескенше аман жүріңіздер.